желтоқсан тарихымыздың жаңа ақпарағы ашылған күн. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1 желтоқсан күні ел тізгінін өз қолына ұстады. Содан бері біз осы уақытқа дейін биік белестерден көрініп келеміз. Бар әлемге шын танылдық, міне біз елін сүйген елбасы деп білеміз. Тең аталып Қазақстан, Нұрсұлтан, Нұрсұлтан мен Қазақстан тұр егіз. Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысы Қаскелең ауданы Шамалған ауылында дүниеге келген. Елдігім менің теңдігім бүгін таңда, оңайлықпен келген жоқ ол расында. Желбіресе туымыз көк аспанда, ел ағасы Нұр ағаның арқасында. Ақын болып тілімді ұштаймен, Нұр ағаның егістерін жырлаймен. Халқының қалаулысы бүгін таңда, айтудан ешқашан тынбаймын мен. Сұрапыл сол бір жылды еске алсақ, құрбан болды қаншама қыршын қазақ. Қазақ халқы теңселіп кетті-ау шіркін, сол бір жыл біздер үшін үлкен азап. Таққа келді қазақтың бір баласы, өзі дара, өзі дана ел баласы. Қазақтың біткен мына маңдайына, қарапайым Нұр ағадай бір баласы. Серпігенде бодандықтың тұманын, жет әлемнің ұраны мен жыр әнім, өзің болдың көшбасшысы елімнің, өзің болдың биік ұшқан қыраным. Ел тірегім қайраттым, абыройым айбаттым, отандарды асырдың, көк туымды жайнаттың. Бағымызға жүр аман, нұр сөйлетті Нұр ағам. Келбетіңнен ізгіліктің нұры көрінген, лебізіңнен аларманнан өрілген, сенің арқан Қазақстан көркейіп, достық әні шарықтайды төрімнен. Елбасы көп салалық мемлекеттік қызметтен қолы қалт еткенде табиғат аясында болуды ұнатады. Әрине, бүтін бір елдің жауапкершілігі тұрған президент өмірінде мұндай сәт тым сирек болады. Туған жердің көркі шабыттандырған Нұрсұлтан Әбішұлының кестелі ой, көркем толғаныстары баршылық. Қазақтың кең байтақ жерінде аңызға айналмаған тұс тіпті аз. Бәрі де қастерлі өлке, қасиетті мекен. Қасиетті қазақ жері, ата-бабаларымыздың даңқты тарихын атының тұяғымен жазып кеткен жер. Жер абаттанса, ел абаттанады. Ауыл қазақтың алтын бесігі. Ауылдың амандығы, елдің амандығы. Салтанаты жарасқан қаласы бар, байтағы ұшан теңіз даласы бар. Әруақ қолдаған бабасы бар, ел екендігімізді мақтан етейік. Ата-бабам мың сынаққа шыдаған, тәңірден тек тәуелсіздік сұраған. Азаттықтың ақтаңы үшін тер төккен тұңғыш қазақ президенті Нұр ағам. Сүйеу болған аналарға жылаған, тіреу болған балаларға құлаған. Елдің жерін арқалаған нартылға тұңғыш қазақ президенті Нұр ағам. Сыртқа кетіп қалмасын деп сыбаға, шекараға қазы қағып Нұр ағам. Шетте жүрген қандастардың панасы тұңғыш қазақ президенті Нұр ағам. Астанам бар, азатпын деп қуанам, топқа түссем көк байрақты туалам. Тұңғыш қазақ мемлекетті құраушы, елін сүйген, елі сүйген Нұр ағам. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Қаскелең ауданында Үшқоңыр ауылында дүниеге келген. Ел бастаған елбасымыз Нұрсұлтан. Хан кенеден тоқтаған азаттықты жалғастырған азамат бар тегі дара. Ел қамын екі иықпен арқалаған, оны туған қасиетті елі дала. Жақсының жақсылығын айт дегендей, айтайын мойындасын дос пен дұшпан, қырандайсын көк тудағы қанат қаққан, нұрлы жарық бағытта биік ұшқан. Басшысыз елдің болмас берекесі, жердегі патшаларының көлеңкесі, 70 жыл отарлықтан азып тозған, азат болып көтерілді ел еңсесі.